Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Онлайн режиміндегі тәрбие сағатымызды бастаймыз. Тәрбие сағатының тақырыбы құқық бұзушылықтың алдын алу. Бұл тәрбие сағатына жоғары аграрлық техникалық колледжінің есеп және аудит мамандығының студенттері қатысып отыр. Және топ жетекшісі мен Умбетова Нұргүл Серікқалиевна. Тәрбие сағатының мақсаты жан-жақты қалыптасып дамыған, қоғамдық белсенділігі артқан, әлеуметтік толық қамтылған, адамгершілігі мол тұлғаның қалыптасуы. Құқықтық тәрбие дегеніміз не? Құқықтық тәрбие дегеніміз бұл құқықтық білім беру, адамның құқықтық санасын қалыптастыру мақсатында орындалатын құқықтық тәрбиенің негізгі ықпал етуші әдісі. Нақты айтсақ, құқықтық білім беру арқылы жасөспірім құқықты ұғынады және оның санасы қалыптасып дамиды. Құқықты ұғынумен қоса, тұлғаны заңды құрметтеуге, қорғауға, орындауға дағдыландыру мен заңның әділдігіне сендіру құқықтық сананың негізгі белгілері. Аталған белгілер студенттерді құқықтық тәрбиелеу негізінде отбасынан және мектеп табалдырығынан бастап жүзеге асады. Есейген адамға қарағанда санасы мен мінез құлқы жаңадан қалыптаса бастаған жасөспірім тәрбиенің қолайлы объектісі болып табылады. Сіздерге қойылатын сұрақ: жасөспірімдер арасында қылмыстық істердің көбеюінің себептері. Не себептен? Бір-бірін түсініспеушіліктен. Не үшін? Қызғаншылықтан. Ортасына байланысты. Жасөспірімдер арасында қылмыстық істердің көбеюінің себептері: отбасындағы ақау тәрбие, отбасындағы материалдық әл-ауқаты, жұмыссыздық, баланың бос уақытының шамадан тыс көп болуы, ата-ана тарапынан бақылаусыз қалуы, мінез құлқының ауытқушылығы және рухани құлазуы. Келісесіздер ме осы себептерге? Осы тақырыпқа байланысты мен сіздерге ситуациялық жағдай ұсынамын. Сіздер сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші ситуациялық сұрақ. Нұрлан бірінші курс студенті. Нұрланның білім алуға талабы жақсы. Оқыса, жақсы оқитын студенттер қатарынан орын аларлық қабілеті бар. Бірақ ата-анасының тәрбиесі баланы дұрыс жолдан тайындырды. Баланы сабақтан себепсіз жиі қалдырады, тіпті кейде апталап қалдыратын кездерде болады. Топ жетекшісі осы жағдайға байланысты Нұрланның үйіне барып, ата-анамен бірнеше рет әңгіме жүргізгенімен еш нәтиже шықпайды. Ата-анасы құр уәде беріп шығарып салады. Бір жетіден соң жағдай кері қайталанады. Көптеген ескертулер алады. Білім алу баланың басты міндеті екенін біле тұра, соны орындамауда ата-анасы салғырттық танытты. Сіздерге қойылатын сұрақ: Нұрланның ата-анасының қылығын қалай бағалайсыздар? Кезектесіп жауап берейік. Қалай бағалайсыздар? Өте нашар. Топ жетекшісінің орнында не істер едіңіздер? Заң жүзінде шешер еді. Қалай? Мүмкін. Заң жүзінде шешер еді. Ата-ананың бала алдындағы міндеті қандай? Оны Дұрыс тәрбие беру. қадағалап отыру, баласымен дос секілді сырласып, Ашық сөйлесу. не болып жатқанын білу. Яғни ата-ана баламен ашық сөйлесу керек, Жақсы қарым-қатынаста болу керек. Дос ретінде сөйлесіп отыру керек баламен.
Так, келесі екінші ситуациялық сұрақ. Компьютер ойнауға ақша таба алмай отырған Ерлан мен Марат біраз ақылдасты. Ерланның есіне асханадағы ақша майдалатқан Қайрат есіне түсті. Сол Қайратты қорқытып, ақшасын тартып алу керектігін Маратқа айтты. Сол мезетте келе жатқан Қайратты Марат алдап шақырды. Ойында ештеңе жоқ Қайратты Ерлан артынан келіп бас салып, ақша тауып беруін талап етті. Алғашқыда ойын екен деп ойлаған ол, ақшасының жоқ екенін айтса да, соңынан бұл істің қалжың емес екенін ұғып, қалтасындағы бар ақшасын бере салды. Аман есен құтылғанына қуанған ол анасына айтатындығын ескертті. Ерлан мен Марат, егер бұл істі біреуге айтса, онда жақсылық болмайтынын Қайратқа жақсылап ұғындырды. Сіздерге қойылатын сұрақ. Ерлан мен Марат қандай қылмыс жасады? Ерлан мен Марат қандай қылмыс жасады? Жәбірлеу, Зорлық, зомбылық жасады. Тағы да қандай жауап бар? жеке басқа қол сұғушылық. Ерлан мен Мараттың қылмыс жасауына не себеп болды? Ақшаның жоқтығы. Және ойынға құмарланып кеткендігі олардың. Компьютерлік. Егер де Ерлан мен Марат сіздің топта оқыған студент болса, сіздер қандай ақыл кеңес берер едіңіздер? Құмар ойынға мүлдем жоламауды. Әуестенбеуге. Кетпеу. Атты қапырмайтындығын. Ескертер едіңіздер, иә? Жақсы. Және де қолмен жасаған ойынмен көтеретін түсіндіру керек. Жарайды, жақсы, рахмет көп-көп. Бүгінгі сабақтың негізгі ойын мына мақал мәтелдермен аяқтайық. Мен сіздерге мақалдың басын айтам, сіздер жалғасын айту керексіздер. Заңның құрығы ары қарай. Бәрінен ұзын. Дұрыс. Ұрлық түбі? Заңның құрығы бәрінен ұзын. Ұрлық түбі қорлық. Дұрыс. Тәрбие? Бесіктен. Ұрлық түбі қорлық. Тәрбие отбасынан басталады. Әділ істің? Арты игі. Өте дұрыс. Біреуге орғазба? Өзің түсерсің. Өзің түсерсің. Дұрыс. Қолыңмен істегенді? Мойын көтер. Заңды сыйлаған? Озар. Заңды сыйлаған. Иә? Осымен біздің тәрбие сағатымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақтан алған мәліметтер, студенттер сіздерге өте көп мәліметтер, керекті ақпараттар алды деп ойлаймын. Өмірің болсын десең сенің сәнді, ойланып айналаңа қара мәнді. Адам бол, білімі тасқан, өнер асқан, өзіне сүйсіндірер басқа жанды. Салауатты мақсатың өмір сүру, өмірдің мағынасын керек білу. Ішімдік, нашақорлық сенің жауың, пайдасы сол бұл жолдан аулақ жүру деп. Болашақта шалыс қадам баспай, өз өмірлеріне жауап беретін ата-анасының емес, бүкіл еліміздің азаматтары болады деген үмітпен, сеніммен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Қатысқандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау бол.